2023 жылғы 8 ақпанда жарияланған аудандық соттардың судьялары лауазымдарына конкурс қорытындылары туралы ақпаратты ұсынамыз. Айта кету керек, 1 маусымда бірінші кезең аясында 65 бос орынға арналған конкурстың қорытындысы шығарылды. Сот алқасы төрағасының 1 бос орны және облыстық және оларға теңестірілген соттар судьяларының 24 бос орны, аудандық және оларға теңестірілген соттар төрағаларының 40 бос орны және 13 маусымда жоғары сот судьяларының 4 бос орнына конкурстың қорытындысы шығарылды. 5 маусымда жоғары сот кеңесі регламентінің 53 тармағына сәйкес 102 жаңа бос орындардың пайда болуы туралы қосымша хабарландыру жарияланды. Бұл тәсіл аудандық соттар судьяларының бос орындарының тізіміне конкурс жарияланған кезде бос лауазымдарды ғана емес, сонымен қатар қорытындылау сәтінде қолжетімді барлық бос орындарды, яғни осы бос орын пайда болған сәттен бастап және оны толықтырғанға дейін айтарлықтай аз мерзім өтуге мүмкіндік берді. Осыған байланысты ағымдағы жылғы 8 ақпандағы конкурсқа қатысқан және алқа төрағасы мен облыстық соттардың судьялары аудандық соттардың төрағалы лауазымдарына ұсынымдар алмаған кандидаттар кеңестің атына қосымша өтініштер жібере алды. Ағымдағы жылдың 29 маусымда жоғары сот кеңесінің отырысында аудандық және оларға теңестірілген соттар судьяларының жалпы 225 бос орынға арналған конкурс қорытындысы шығарылды. Байқауға барлығы 250 үміткер қатысты. Бұл жүйе ішінде қозғалғысы келетін судьялар, біліктілік емтиханы мен тағылымдамадан сәтті өткен тұлғалар, сот төрелігі академиясының түлектері, сондай-ақ бұрын судья болып жасап кеткен, одан кейін 4 жылдан астам уақыт өтпеген бұрынғы судьялар. Конкурс аясында кандидаттарды мұқият іріктеу жүргізілді, сот төрелігін жүзеге асыру сапасы мен этиканы сақтау зерттелді, судьялардың өтілі және басқа да көрсеткіштер ескерілді. Сонымен қатар кеңестің сайтында жұртшылық, оның ішінде заң қоғамдастығының өкілдері өз пікірлерін қалдыру үшін кандидаттар туралы деректер орналастырылды. Үміткерлер туралы мәліметтердің болуы тұрғысынан әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдарына мониторинг жүргізілді. Сондай-ақ конкурстық комиссияның үміткерлерді алдын ала қарауы өтті, кейін кандидатуралар кеңес отырысында қаралды. 250 кандидаттың ішінен аудандық соттардың судьялары лауазымдарына 65 адам ұсыным алды. Оның 20-сы алғаш рет ұсынылған заңгерлер, 44-і судьялар, 1-і бұрынғы судья. Бұл ретте үміткерлердің санынан қарамастан іріктеу принциптік көзқараспен жүзеге асырылды. Мысалы, үміткерлер болған 158 судья лауазымына конкурс өткізілмеді деп танылды. Жамбыл облысы Талас аудандық сотының және Түркістан қалалық сотының судьяларының 2 бос орынға арналған конкурсы сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссияның басқа сотқа ауыстыру туралы шешім негізінде конкурс тағайындалуына байланысты өткізілмеді деп танылды. Конкурсқа қатысушылардың басым бөлігі Астана қаласы мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотына 1 орынға 60 кандидат, ең азы Қызылорда облысының Арал аудандық сотына және Маңғыстау облысының Бейнеу аудандық сотына 1 бос орынға 1 кандидат үміткер болды. Ұсынымды алған алғаш 20 кандидаттың ішінде 8-і республика соттарының мамандары, 7-і адвокаттар, 5-і жеке сектор мен мемлекеттік органдардың заңгерлері болып табылады. 11 магистр дәрежесінің иегерлері, олардың 8-і сот төрелігі академиясын бітірген, 2-і мемлекеттік немесе ведомстволық наградаларға ие. Ұсынылған заңгерлердің орташа жасы 39 жас, заңгерлік өтілі 12,5 жыл. 44 судьяның 5-еуіне мемлекеттік немесе ведомстволық наградалар бар. Ұсынылған судьялардың орташа жасы 44 жас, заңгерлік өтілі 18 жыл, сот жүйесіндегі тәжірибесі 9 жыл. Ұсынымдар алған адамдардың тізімі жақын арада кеңестің ведомстволық сайтында орналастырылады. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, соңғы заңнамалық түзетулерге сәйкес судья лауазымына кандидаттар енді тағылымдамадан өтпей-ақ судья лауазымына конкурсқа қатысуға құқылы екенін атап өткім келеді. Мұндай жағдайларда үміткерлер сот лауазымына тағайындау туралы кеңестің ұсынымын алғаннан кейін тағылымдамада өтуге жіберіледі. Бұл кандидаттарға ыңғайлы және олардың конкурстық іріктеу кезеңдеріне неғұрлым жедел өтуі, сондай-ақ сот жүйесіне жаңа жоғары білікті кадрлар тарту үшін жасалды. Осыған байланысты біліктілік емтиханынан өткен барлық үміткерлерге жақын арада жарияланатын конкурсқа қатысуға шақырғым келеді. Алдағы конкурс туралы барлық ақпарат кеңестің ведомстволық сайтында орналастырылады.